Раважлану жолында бара тұрған елімізде жастарымыз һәр тарауда өзінің белсенділігін көрсетпекте, хәтта дүния жүзінде де. Міне осындай дүния жүзілік тәжірибеге ие жастарымыз арамызда бар. Міне осындай жастарымыздың бірі Азиз Муртазаев. Азиз Муртазаев қазіргі уақытта Ұлы Британияның Лондон қаласында дүния жүзіндегі ең үлкен социалдық тармақлардың бірінде жұмыс істеп жатыр. Біз бүгін рубрикамыз арқылы Азиз Муртазаевпен сөйлесеміз. Азиз, сіз информациялық технологиялар тарауына қызығуыңызға не түрткі болды? Ең бірінші, сол кішкентай уақытымнан бастап, үйде компьютер болғаны себеплі программаларды ісілетіп көріп, өзгертетін жерлерін өзгертіп, сонда компьютерға ең бірінші танысуым болды десе болады. Мектепті тамамлағаннан кейін Ташкент қаласында Өзбекстан Милли университетінде экономика факультеті бойынша оқуға кірдім. Экономика факультетінде оқып батырған уақытында да компьютер технологияға болған қызығушылығым сөнбеді. 3-ші курс уақытында бағдарламастыру бойынша интенсив курс ашылған еді студенттер үшін. Сол 3 ай давамында интенсив курсқа қатынап бағдарламастыру оқыпын үйрендім. Университетті біткергеннен кейін сол шет елде оқу ниеті пайда болды. Сондай харекетлердің бірінде Құбыла Кореяның Аджу деген университетіне магистратураға тапсырып, сол жерге кіруге мияссар болдым. Сол жерде компьютер инженеринг бойынша 2 жыл давамында оқыдым. Құбыла Кореяда оқу системасы бұл жерден парқылады. Магистратура басқышында ол жерде көбінесе ilmi жұмыслар алып бару керек. Курслардан тысқары сол жерде ilmi мақалалар жазу әмде конференция әмде журналларға сол мақалаларды жайластыру талабы һәм қойылады студенттерден. Оқуыңыз давамында қандай компьютер һәм мобил бағдарламаларын істеп шықтыңыз? Біздер ажағамен біргелікте Шағалала проектінде істеп шықтық. Бұл проект бойынша біздер бірнеше мобил бағдарлама һәм бір веб-сайт істеп шықтық. Веб-сайт бұл айтатын болсақ kitapxana.com. Бұл Қарақалпақ әдебиетінің электрон түріндегі кітаплардың жайластыратын орны. Әзіргі күнде классик шайырларымыздың шығармалары бар, бірақ елі қосылу керек болған шығармалар һәм көп. Мобил бағдарламаларға келсек, бірнеше бағдарламалар қылынды. Бұлардан Қарақалпақстан конституциясы орайын көрсететін бағдарлама, маршрутка, нүкістегі маршрутка хақындағы мағлұмат көрсететін бағдарлама. Қарақалпақша клавиатура Android платформасында Қарақалпақша жазу мүмкінін беретін бағдарлама. Қазіргі уақытта Android системасында әрқилы дүниежүзілік тілдерді жазу мүмкініті бар. Бірақ Қарақалпақ тілінде өзінде ондай мүмкінет елі осы уақытқа дейін болмаған. Сол босылықты жабу мақсатында Қарақалпақ клавиатурасын істеп шықтық. Сол клавиатура арқылы Android құрылмасында Қарақалпақша жазу мүмкіншілігіне ие болады пайдаланушылар. Сырт ел тәжірибелеріңіз хақында айтып берсеңіз. Аджу университетінің магистратура басқышын біткер болып, жұмысқа тапсырып, әме басқышларына өтіп, сол жерге жұмысқа кіруге мияссар болдым. Сол жерде Android бағдарлама бойынша 3,5 жыл давамында жұмыс істеп бардым. TouchWiz платформасына өзгерістер кірту бойынша жұмыс алып бардым. Мен үшін жүдә үлкен тәжірибе болды, себебі бұл глобал компания. Сондай компанияда істеу әрқилы тараудағы адамдармен бірге істесу, күшлі қанигелермен істесу жүдә өзімнің қанигелігімді асыруыма да үлкен жәрдем болды. Ондан кейін 3,5 жыл істегеннен кейін басқа компанияларға тапсырып көру ниеті пайда болды. Әмме интервью басқышларынан өтіп жұмысқа шақырды. Сол жерде қазіргі күнге дейін жұмыс алып барып жатқан. Елге дейін тәжірибелерімді және де арттыруға режелерім бар. Бұндан кейін бірнеше жылдардан кейін
өз компаниямды ашуға ниетлер бар. Рахмет Азиз, ниетіңіз жолдасыңыз болсын. Технологиялар рауыжданған сайын ізденулер де артады. Бұл болса өз кезегінде жаңадан жаңа инновациялық технологиялардың һәм де идеялардың пайда болуына түрткі болады.